Баршаға сәлем, достар, қалдарың қалай? Барлықтарыңызға ораза қабыл болсын. Достар, мен бүгін сіздерге үй жағдайында заварной эклердің қалай оңай жасалу жолдарын көрсететін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен құрғақ ыдыс, сары май, су, шымшым тұз қажет болады. Құрғақ ыдысымызға ең алдымен сары майды салып, шымшым тұзды салып, және де суды құйып, газға қоятын боламыз. Баяу отқа газға осылай араластыра отырып қойып, жаймен қайнай бастағанда дайындап қойған ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнды салғаннан кейін ешқандай түйір қалмайтындай етіп, жақсылап тез-тез араластырып аламыз. Бізде осындай масса дайын болу керек, ешқандай түйір қалмау керек. Ұнның, майдың, судың бәрі жақсылап араласу керек. Енді біздің дайын болған массамыз суығанша жұмыртқамызды жарып дайындап аламыз. Біздің массамыз ыстық күйінде жұмыртқамызды салсақ, жұмыртқа пісіп кетеді және араласпай қалады. Сондықтан кішкене суытып барып, жұмыртқамызды дайындап, жаймен бөліп салып араластырамыз. Біздің массамыз суыған, ешқандай қол күйдірмейді. Енді жұмыртқамызды 2-3 бөлікке бөліп салып, жақсылап қамырымызды араластырамыз. Миксермен де араластырсаңыздар болады. Бір келкі, ешқандай түйіршіксіз бір келкі әдемі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Мына осындай сұйық қамыр болады. Біздің қамырымыз дайын. Енді қамырымызды кондитерский мешокқа салып, насадкаменен противенге әдемілеп, ұзыншалап салып шығатын боламыз. Достар, менде осындай насадка, осыменен салатын боламын.
Қамырымызды осылай етіп, біркелкі етіп, бірдей формада противенге салып шығатын боламыз. Печкамызды алдын ала қыздырып қоямыз, және де дайын болған қамырларымызды салып 30-35 минутта пісіріп аламыз. Қызып тұрған печкамызға салып 30-35 минут пісіреміз. Біздің эклеріміз дайын. Бізді өте жеңіл, пышный болып, жоп-жұмсақ болып піседі. Енді кезекте ішіне крем жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 33% сливки, қант, ванильный сахар және творожный сыр салып крем жасаймыз. Бәрін араластырып миксерлейтін боламыз, және осындай крем шығады. Мына достар, біздің креміміз дайын. Осындай әдемі крем шығады. Енді кремді мешочкқа салып, эклердің ішіне салып шығатын боламыз. Осылай кремімізді толтырып шыққаннан кейін бетіне шоколад құйып, немесе шоколадқа батырып, шоколадпен сәндеуге болады. Мен алдын ала шоколадты ертіп дайындап алдым. Енді бетінен құйып шығатын боламын. Достар, менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Достар, осы видеоның астына рецепті толық ингредиенттерменен жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Мына біздің эклеріміз дайын. Өте аппетитный, өте жеп-жеңіл, өте дәмді болып шығады.